Түркістан облысындағы Сауран ауданында жер қойнауын заңсыз пайдаланған кәсіпкер ұсталды. Ебін тапқан пысықайлар 20 жүк көлігіне құм тиеп сатпақ болған. Жұрттың малы жайылатын жерді қазып пайда тапқысы келген азамат енді заң алдында жауап беретін болады. Көз алдарыңызға құдды Алматы облысындағы Шарын шатқалы елестеуі мүмкін, алайда бұл ол жер емес. Сауран ауданы Шорнақ ауылындағы заңсыз қазылып жатқан карьерлердің бірі. Дәл бүгін, дәл осы жерден 14-тен аса жүк көліктерін полиция қызметкерлері айып тұрағына алып кетті. Ал заңсыз жерлерді арнайы қазған мына экскаваторға полиция қызметкерлері пломбы қойып, қазіргі сәтте зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Түркістан облысындағы Шорнақ ауылының тұрғындары кезекке тұрып күндіз-түні ауылды күзетуге көшкен. Тапа-тал түсте әлде бір кәсіпкер ауылдағы мал жаятын жайылымның дәл ортасынан карьер қазып, халықтың ашуына тиген. Тіпті терең қазылған жерден су атқылап жатыр дейді ашуға булыққан тұрғындар. Шынымен де су шығып кеткен. Сосын ауыл әкіміне айттық, осындай су шығып кетіп жатыр екен. Өйткені алдында бір жиналыста неғанда 7 метрден төмен қазылмау керек. Тас басталғаннан төмен сөйтіп қарасам, ана жерде 7 метр емес, 15 метр ма, 17 метр ма сондай сияқты болып көрінді. Ал кәсіпкер қазба жұмыстарына рұқсатым бар деп мізбақпай отыр. Тіпті 20-ға жуық КАМАЗ көлігіне құм тиеп үлгерген. Мұны көрген жұрт бірден полицейлер шақыртқан. Құқық қорғау қызметкерлері лезде келіп, жүк көліктерін тоқтатып айып тұрағына жөнелтті. Мүмкін емес. Былтырдан бері 1000 рет тексеріп жатыр. 1000 рет тексерген нәрсе. Яғни өзінде не шығып жатыр? Бұл жер емес екен. Сауран ауданындағы карьердің бүгінгі бейнесі құдды жасанды көл деп қаларың анық. Ауыл әкімі осындай бассыздықтардың кесірінен суда тартылып жатыр дейді. Қашып тартылып жатыр. Ел үшін өте өзекті мәселе болады. Біздің Шорнақ көлемінде 16-15, даже 17 метрге дейін су кетіп қалды террас суға. Ал Сауран аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері қазір істің ақ-қарасын анықтауға кірісті. Оқиға орнында анықталған автокөлік иелерінен өздерінің заңсыз жер қойнауын қазу бойынша құжаттарын талап етті. Аталған оқиға бойынша заңсыз жер қойнауын қазушы тұлғалардың құжаттары жоқ екені анықталып, қазіргі таңда автокөліктер айыптұраққа қойылып, азаматтардан түсініктемелері алынып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қазір өңірімізде заңсыз карьерлер көбейді. Шаруалар үшін қолайлы жерді қазып тастау бүгінде кәсіпкерлер үшін оңай болып барады. Соңғы рет Созақ ауданында дәл осындай шулы мәселе көтерілген болатын. Айдос Игіліков, Қазбек Қасым, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24.